Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздермен жиде қосып жасалынатын песочный тестадан жасалатын өте оңай торттың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қыздар, мен бұл жерде клюкваны пайдаландым. Сіздер үйде қандай жидек бар, соны қоссаңыздар болады. Ыдысымызға салып газға қоямыз. Үстінен дәміне қарай қант себеміз. Жақсылап қантын араластырып қайнағанша күтеміз. Қайнап шыққан жидегіміздің үстіне 2 немесе 3 қасық крахмал қосамыз. Кукуруздың, яғни жүгерінің крахмалы болса тіптен жақсы болады. Егер жүгерінің крахмалы үйде болмаса, картофельный, яғни картоптан жасалған крахмалды қоссаңыздар болады. Крахмалдың іртігі кеткенше жақсылап газда тұрған жерінен араластырамыз. Қыздар, крахмал салғаннан кейін 2-3 минут шамасында қайнатсаңыздар, вареньяларыңыз қою болып шығады. Қоюланып бастаған кезде газдың астын сөндіріп суытуға қоямыз. Біздің салмамыз суығанға дейін таза ыдысымызға 180 грамм маргарин немесе сармайымызды қырғыштан өткізіп аламыз. Қырғыштан өткізіліп алынған сармайымыздың үстіне 600 граммға шамалас ұнымызды салып, қамыр етіп илемейміз. Ең бірінші крошки жасап аламыз. Мінекей қыздар, біздің крошкамыз дайын болды. Енді осы ұнымыздың үстіне жарты шай қасықта ас содасын қосамыз, және де 1 шай қасықта толтырып, қопсытқыш, яғни разрыхлитель салатын боламыз. Оның үстінен 200 грамм қантымызды саламыз, және де бәрін қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласып дайын болған ұнымыздың үстіне 250 грамм қаймағымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қыздар, бұл торттың бір ерекшелігі, бисквиті көтерілмей қалды немесе қамыры дұрыс шықпады деп уайымдамайсыздар. Егер осы рецепт бойынша жасасаңыздар, бір жасағаннан керемет болып шығады. Илеуі қанған қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз, және де думалақтап зуала жасап пакетімізге салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа демалдыруға қоямыз. Жарты сағат бойы тоңазытқышта демалған қамырымызды алып, жұқалап жаюға кірісеміз. Қамырымыз қалың болып қалмасын, жұқалығы барлығы видеода анық көрсетілген. Қамырды жайып жатқан кезде мұқият болыңыздар, жұмсақ болғандықтан тез жыртылып қалуы мүмкін. Жайып алған қамырымызды пышақтың немесе кескіш заттың көмегімен осы видеодағыдай етіп кесіп алыңыздар. Алдын ала суытып алған вареньямызды ортасына жағып шығамыз. Қыздар, салмасын салып болған соң, осы видеодағыдай етіп, бірінші алғашқы бетін осылай жабыстырып шығыңыздар. Кейін екінші бетінде дәл сол сияқты бері қарай бүктеп жабыстырып аламыз. Арасындағы салмасы шығып кетпес үшін мұқият қатты жабыстырып шығыңыздар. Дайын болған қамырымызды формамызға осылай салып аламыз. 200 градуста қызып тұрған печкада жарты сағат бойы пісіріп, суытып аламыз. Енді тортымыздың кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге таза ыдыс керек болады. 33% сливки, яғни клегей керек болады. Клегейімізді алдын ала 5-6 сағат бойы мұздатып, ыдысымызға саламыз. Оның үстінен творожный сырымызды саламыз 250 грамм. Егер творожный сыр мен клегей болмаса, қолдың қаймағын пайдалансаңыздар болады. Оның үстінен 200 грамм қант ұнтағын, яғни сахарная пудра саламыз, және де миксердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қыздар, мен қатты плотный крем жасаған жоқпын, формасын ұстайтындай етіп сұйықтау қылып жасадым. Себебі біздің тортымыздың қамыры песочный тесто болғандықтан қамырға жақсы сіңу үшін сұйықтау етіп жасадым. Осы видеодағыдай етіп кезек-кезек үстін жинап шығамыз.
Қыздар, креміміздің соңғы бөлігін тортымыздың үстіне саламыз. Кремімізді барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Және де холодильникке 5-6 сағатқа қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі креміміз сұйық болғандықтан қамырға толықтай сіңіп, қамыры өте жұмсақ болу үшін холодильникте кем дегенде 5 сағат ұстаңыздар. Қыздар, біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Бисквиті көтерілмей қалады деген уайым мүлдем болмайды. Себебі қамыры песочный тестодан болғандықтан өте нәзік болып, әрі қаймақпенен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментария жазуды, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бота.